Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 79 ғажайып ғаламшар. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, жазушы қиялынан туындаған болжамдар туралы, олардың болашақта жүзеге асу-аспау мүмкіндігі жайлы ой бөлісіңдер. Суреттен шолпан ғаламшарын көрсетіңдер. Шолпан жайлы кезінде айтылған көптеген болжамның да соншалықты қарапайым екендігі енді қызық сияқтанып отыр. Шолпан топырағын басып жүрген кезде кез келген тұрғын жаңағы айтылған ғажайыптарды өз көзімен көріп жүр. Адам баласы жердің құрты сияқты әрекет етеді. Қанша саналы, қанша айлалы, қанша ақылды болса да табиғаттың бар жерін түртіп үңгіп жатқаны. Мына өздері тіршілік етіп жүрген таудың асты да өзінше бір қала. Мұның астына арнайы теміржолмен құбыр арқылы түседі, ал онан кейін кең дала тәрізді көрініс басталады. Шолпан ғажайып ғаламшар. Адамдар о бастан-ақ жердің сіңлісі деп бекер айтпаса керекті. Айтса айтқандай. Ғаламшарды қоршаған әдемі бұлттар өзінің қозғалғыштығы, тарам-тарам болып бөлінгіштігімен ерекшеленеді. Шадыман жерде жүргенде шолпан жайлы талай аңызды еститін, талайын кітаптан оқыған. Енді өзінің сол шолпан бетінде тіршілік етіп жүргеніне қиындықпен сенеді. Ол қазір кең аллеяның бойымен келеді. Бұл Шадыманның күнделікті әдеті-тін. Мұндағы уақыт жер ғаламшарымен бірдей, онда да Алматының уақыты. Әйтпесе мұнда таң атып күн батпайды. 240 тәулікте алмасатын тәулік кімді жалықтырмасын. Бұл кезде жерде табиғаттың екі мезгілі өтеді. Күз болса да қыс келеді, қыс болса көктем, жаз болса қайтадан күз келіп жатады. Сондай мезгіл мұнда қолмен жасалған. Аллея, құмды дала, орманды дала, субтропиктік аймақ бәрі бар, тек шектеулі ортада. Жүніс Сахиев. Бұл шығарма ғылыми фантастикалық шығарма болғанымен, бұл шығармада айтылған кейбір мәселелер болашақта орын алуы әбден мүмкін. Әдеби тіл нормалары. Тілдік қарым-қатынаста сөйлеуші алдына бір мақсат қояды. Ол бір ақпаратты жеткізуді немесе бір нәрсе жайлы сұрауды, біреуді іске қосуды мақсат етуі мүмкін. Сонымен бірге дәл сол сәттегі өзінің көңіл күйін, сезімін де білдіре алады. Сөйлеушінің осы күйін жазуда тыныс белгілері арқылы бейнелейміз. Хабарлау мақсатынан туындаған сөйлемнің соңына нүкте, сұраулы сөйлемнің соңына сұрау белгісі, ерекше көңіл күйді білдіретін сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Сен фантастикалық шығармаларды оқуды ұнатасың ба? Бұл сұраулы сөйлем. Әрине, жақында Жүніс Сахиевтің «Тіршілік ұясы» романын оқыдым. Бұл хабарлы сөйлем. Жарайсың, мен Марстан шыққан жаңғырық романын оқығанмын. Бұл жерде жарайсың дегенде ерекше жаңағы көңіл күйді білдіріп тұр, леп белгісі қойылып тұр, сондықтан лепті сөйлем. Екінші тапсырма. Мәтінде берілген ақпарат бойынша диалог жазыңдар. Диалогте сұрау мәніндегі және ерекше эмоциялы сөйлемдер болсын. Ол бала кезден аспан денелерінің құпиясына қызығатын. Обсерваториясы жоқ шалғайдағы ауылда еңбек етіп жүрген жігіт осындай қызықты романды қалай жазған? Мұндай кең құлашты шығарманы университет бітіргендер ғана жазады емес пе? Жазушы ғылыми фантастикалық шығармаларын кеңістік көшпенділері деп атаған. Бұл оның ғылыми фантастикаға ұлттық тақырыпты әкелуі. Екінші тапсырма жауабы. Мәссаған, ол бала кезден аспан денелерінің құпиясына қызыққан екен. Иә, соны айтсаңшы. Обсерваториясы жоқ шалғайдағы ауылда жүрген жігіт осындай қызықты романды қалай жазған? Дұрыс айтасың, мұндай құлашты шығарманы университет бітіргендер ғана жазады емес пе? Жазушы ғылыми фантастикалық шығармасын кеңістік көшпенділері деп атаған екен. Бәрекелді, ол осылайша ғылыми тақырыпқа ұлттық тақырыпты әкелген ғой. Үшінші тапсырма жазылым. Қиял ғажайып ертегілер мен ғылыми фантастикалық шығармалардың айырмашылығын кестеге жазыңдар. Қиял ғажайып ертегілерге тән сипат. Халықтың арман қиялынан туған кейіпкерлер. Мысалы, Қожа Насыр, Жалмауыз кемпір, Таусоғар, Желаяқ тағы басқа. Ал ғылыми фантастикалық шығармаларға тән сипат ғылыммен тікелей байланысты, шындыққа жуық келеді. Техниканың мүмкіндіктері, мысалы суперкөліктер, роботтар, басқа ғаламшардағы тіршілік иелері, тағы басқа. Төртінші тапсырма. Үй тапсырмасы. Қосымша ақпарат көздерінен басқа ғаламшарда өмір болуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеп көріңдер. Тапқан мәліметтеріңді өз пікірлеріңмен қорытындылаңдар. Барлық адамдарды қызықтыратын сауалдың бірі, басқа ғаламшарларда өмір бар ма?
Кез келген ғалымға осы сұрақты қойсаңыз, нақты жауабын ала алмайсыз. Алайда ғылым дамып алға ұмтылған сайын осы сұрақтың шеті шығып келеді. Мәселен, Чили елінің зерттеушілері озон қабатында ұшып жүрген 2 кометаны байқаған. Олардың бірі қайда бұрылса, екіншісі соның ізімен жүріп отырған. Сонда оларды саналы, ақыл-ой иесі басқарып отыр деген ой келеді. Кейін олар көз ілестірмес жылдамдықпен ұшып ғайып болған. Мынау аспандағы ғаламшарлар тектен текке тұрмаса керек. Олардың кейбіреуінде тіршілік бар деуге негіз де бар. Мәселен, Марста оттегінің болуы тіршіліктің болуына мүмкіндік беретін сияқты. Қысқасы, сұрақтың жауабы басқа ғаламшарда да тіршіліктің болуы әбден мүмкін.